Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді шығатын пахлава пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай заттар қажет болады. Грек жаңғағын блендермен майдалап алыңыздар. Бөлме температурасындағы майымызға қаймағымызды және де жұмыртқамыздың сарысын, ұнымызды разрыхлителмен араластырып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Оны илеп алып, 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Салмамызға грек жаңғағының үстіне құмшекерімізді, жұмыртқаның ағын салып, біріктіріп, араластырып алатын боламыз. Одан кейін қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Біреуі сәл үлкендеу, екеуі кішілеу бөліктер көлемде болуы қажет. Одан кейін сәл үлкендеу көлегін 24 см формаға келтіріп жайып алып, кішкене бортик шығарсаңыздар болады. Енді салмамызды 2 теңдей бөлікке бөлеміз. Жарты бөлігін осылай орналастырып, бір келкі қылып жайып аламыз. Үстіне екінші қамырды да осындай көлемде қылып жайып аламыз да, үстіне орналастырамыз. Кішкене шеттерін қолымызбен сәл келтіріп жайып алсаңыздар болады. Енді қалған салмамызды үстіне саламыз да, жайып алып, жайып алатын боламыз бір келкі қылып. Үстіне үшінші қамырды да видеода көрсетілгенде жаямыз. Егерде мен сияқты осылай қамырыңыз жабысып жатса, пергамент бумагасын төсесеңіздер болады. Үстін пышақтың көмегімен осындай бөліктерге бөліп аламыз. Негізі бөліктерді сәл кішілеу қылсаңыздар да өз қалауларыңыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз да, осындай грек жаңғағының көмегімен әсемдейтін боламыз. Өте дәмді пирог шығады. Міне пирогымыз дайын болды. Үстіне балды кішкене қыздырып алып, үстіне жағып аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Ас болсын. Рецепт ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.